Сәлем достар, бүгін өте тез дайын болатын тойымды әрі пайдалы, дәмді, сочный кешкі ас дайындайтын боламыз. Қызып тұрған табаға күхи майын ерітіп, майдалап туралған жуаны салып, жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін тауық аяқтарын және қанаттарын салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Тауық сәл қызаруы қажет. Кішкене қызарғаннан кейін артынша үккіштен өткізілген сәбізді қосып араластырамыз. Енді тәтті және жартылай ащы қызыл жасыл бұрыштарды турап қосамыз. Менде алдын ала туралып, зелень қосылып, мұздатқышқа қатырып қойған өзімнің заготовкам. Сіздер свежий етіп жазсаңыздар да болады. Және де зелень қостым. Укроп және петрушка. Сіздер өз қалауларыңызша әртүрлі қоссаңыздар болады. Енді мені суын құйып алдым. Тұзын қосып, қақпағын жауып, 15 минуттай пісіреміз. Аталған уақыт өткеннен кейін жуып тазаланған гречкамызды салып, крышкасын жауып, тағы да 20-30 минуттай пісіреміз. Міне өте оңай жасалатын, тез дайын болатын, пайдалы әрі тойымды тамағымыз, кешкі асымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені осы тамақ әрдайым уақыт болмаған кезде, бір жерден асығып келген кезде выручать етеді. Ұнаған болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.